Қайырлы күн. Бүгін сіздермен мына 08.08 күнгі рынокқа, яғни Tesla компаниясына анализ жасайтын боламыз. Алдағы уақытта күнделікті Tesla компаниясына және қосымша тағы бір компанияға күнделікті разбор жасап, осы YouTube каналға салып отыратын боламын. Сіздерден лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп кетулеріңізді ғана сұраймын. Алдағы уақытта бұйырса басқа да разбордан басқа күнделікті пайдалы ақпараттарды, трейдингке байланысты, акцияға байланысты ақпараттарды салып отыруға қолдан келгенше тырысамын. Енді қараңыздар, 7 күнгі бағаның жабылуын аламыз. Бізде ол күнгі баға 322-де 27. Баға төменнен ашылып, жоғарыдан жабылған бағасын сызып аламыз. Қып-қызыл етіп, ашық түспен қалыңдау етіп сызып белгілеп аламыз. Содан кейін цена закрытия бізде қалай орналасып тұр, глобально мышканы артқа қайтарып осылай қарап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде цена закрытия өте мықты орналасқан. Мына күнгі дистрибуционный құлаған күннің ашылу бағасына тіреліп тұр. Яғни мына жердегі үлкен геп дегеніміз ол арақашықтықпен ашылған бағаны геп деп айтамыз. Міне осы жердегі арақашықтықтағы аумақты геп деп айтамыз. Осы жерге келіп жабылған. Яғни біз не дейміз бұдан шыққан қорытынды? Егер осы 322-27-ні пробой жасаса, истинно, яғни осыдан 2 минутта, 5 минутта немесе даже 1 минутта подтверждение беретін болса, баға 332-ге точно барып береді деген сөз. Ары қарай кеттік. Енді бағаның қай жерде тұрғанын қарастырып алдық. Мына жерде цена закрытия болған, келесі күні цена открытия осы жерден 322-ден болған. Яғни бізде баға мықты уровень екені көрініп тұр. Ал енді әрі қарай кеттік. Енді бізде внутридневка, яғни 4 сағатты талдаймыз. 4 сағаттың ашылу бағасын аламыз. Яғни жасыл свечканың ашылуы төменнен болады. Оны басқа түспен белгілеп аламыз да. Басқа түспен белгілеп алып, бұл уровеньді де дневкаға өтіп, қалай орналасып тұрғанын жақсылап қарап алуымыз қажет. Яғни баға цена закрытияның астынан ашылған. Бұл дегеніміз шортқа, яғни төменге бір подтверждение беріп тұр. Енді қараңыздар, баға дневка бойынша мына 7 күні не перехай болып, левый ближний мына тұрған қызыл свечканы не перехай болып жабылған. Яғни бізде баға шортқа кетеді деген бір белгі. Жаңағы бір белгімен, яғни біздегі 2 белгі шортқа болып тұр. Енді мына жердегі 4 сағаттың соңғы свечкені алып қарасақ, біз осы 4 сағатта осы 2 свечкемен жұмыс жасаймыз. Ал мыналар автомаркеттегі свечкалар. Бізге осы премаркеттегі 2 свечка, соңғы 2 свечка маңызды, осыларды алып қарастырамыз. 4 сағаттағы соңғы мына жасыл свечкамыз, бұл да тоже левый ближнийге барып былай тіреледі мына қызыл свечкаға. Содан кейін бұл да не перехай шорт деген сигналды бізге береді. Новичоктар бар болса, не перехай, не перело деген сөздер түсінбеуі мүмкін. Ол дегеніміз біздің дневкада 4 сағатта, 1 сағатта осы таймфреймдерде бүгін баға қай жаққа бағытталады деген сұраққа жауап беретін свечкамызды не перехай деп айтамыз. Ал егер қызыл свечкамен жабылатын болса, мысалы одан алдыңғы күнді көріп тұрсыздар, 2 қызыл свечка 4 сағатта, соңғысы мына жерде қызыл болып төменге қарай жабылды. Осы жерде қызыл болғандықтан бұл левый ближнийға барып тірелгесін бұны ала алмады, яғни не перело болды деп біз
жоғарыға қарай бағытталады деп анализ жасаймыз. Осы рыноктағы не перехай, не перелоу деген бұл стратегия деп те айтсақ болады. Бұл стратегия 80% рынокта жұмыс жасап береді. Ары қарай кеттік. Бізде цена закрытия және цена открытия. Мына бір дистрибуционный өскен 318-ден ашылып 325-тен біткен дистрибуционный свечаға тірелген. Алайда бірақ біз бұны емес, басқа мына бір 313, 325, бұл да тоже 12 ETR екен. Алсақ болады. Немесе дистрибуционный свечамен жұмыс жасамайтын болсаңыздар, осылай тек қана ландшафтный режимге қойып, баға мысалы лонгқа кететін болса, менде мысалы бірақ бірінші біз шорт қарастырақ, өйткені баға дневкада не перехай болып жабылды, 4 сағатта не перехай, 1 сағатта тоже не перехай болып жабылғандықтан біз бірінші шортқа баға кетеді деп анализ жасағандықтан шорттағы бағаларды яғни уровендерді сызып алайық. Бізде шортта мына жердегі бір максимум тұр, сосын мына жерде минимум тұр, яғни бұл ландшафт режиміндегі экстремумдар деп аталады. Бізде енді осы бірінші уровень, яғни 319-дан төменге қарай баға кетсе 316-ға барады деген сөз. Ары қарай біздегі 316-дан кейін мына бір 315-ті алсақ та болады, немесе 315, немесе ары қарай кететін болса 311-ге барып береді деп анализ жасауымызға болады. Ары қарай енді лонговый, яғни жоғарыға қарай кететін болса, баға бізде 325 деген мына жердегі максимум жатыр. Осы 325-ті алады. Одан кейін 325-тен кейін баға бізде 329 немесе 320, мына жердегі минимумды алсақ болады. Біз 2,5-3 ETR аралығындағы уровендерді сызып аламыз. 325-тен 328-ге өседі деп, ары қарай 328-ден 332-ге дейін өседі деп алсақ болады жалпы. Енді ландшафт режимінен японский свечаға ауыстырып алайық. Міне біздің уровендеріміз ап-анық болып көрініп тұр. Дневка бойынша мына жерде сопротивление, яғни қарсылығы зонасына келіп тұр. Біздің 325-31 деген бағамыз, қарсылық зонасына келіп тұр. Содан кейін мына жердегі бағаның закрытиесіне келіп тұр. Мына жерде 328 деген мына жерде баға аяқталған, осы күні төменге қарай түсіп жабылған, яғни мықты уровень. Мына жерде де фитильмен өзінің мықтылығын фитильмен дәлелдеп тұр. Ары қарай кеттік. Енді біз 1 сағатты, яғни критический точка дегенді, яғни критический точкалардың анализ жасайтын боламыз. Критический точка, сосын бізде екінші точка, ключевой уровень деген точка деген болады. Ключевой точка дегеніміз ол дневканың ашылу және жабылу бағасын ключевой точкалар деп айтамыз. 319 мысалы ашылған бағасы және 321, 322. Сіздерден келіп біреу сұраса, ключевой точкаларды 07-08 күнгі ключевой точкаларды көрсетіп бер дейтін болса, сіздер айтасыздар 319, 322 деген сияқты. Ал енді біз критический точкаларды талайтын боламыз. Яғни біз 1 сағатты қарастырамыз. 1 сағатта мына жерде көріп тұрған жасыл свечканың ашылуынан басталған 1 сағат біздің премаркет. Оған дейінгі мына 4 свечканы алмаймыз. Ол автомаркеттегі свечкалар. Біздің қолданатынымыз осы жасылдан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6 свечкиді біз премаркеттегі 1 сағаттың
1 сағаттық таймфрейммен талдайтын боламыз. Баға ашылған 319.94-тен ашылғанда өсіп, кішкене аккумуляционный өсіп, келіп кешегі күннің закрытиесіне бір тіреліп, қайттан төменге түсіп, осылай осы 319 мен 22-ның арасында консолидацияда тұрып қалған. Яғни консолидация деген сөз не? Ол демек бір жаққа қарай атады деген сөз. Егер премаркетте баға аккумуляционный тұрып қалған болса консолидацияда, ол бір жаққа рынок ашылғаннан кейін міндетті түрде атады. Ал егер премаркетте дистрибуционный өсіп немесе құлаған болса, соның жартысына дейін, мысалы өскен болса, жартысына дейін құлап береді деген сияқты. Ал баға егер мына жерде дистрибуционный құлаған болса, кішкене жоғарыға қарай баға ашылған соң өседі деген сөз. Жалпы мына жерде біз абанлық көруге болады. Баға цена закрытие мен цена открытие екеуінің арасында қатты қысылып тұр. Баға осы цена закрытиеден жоғары кететін болса, міндетті түрде мына кепті алады деп жаңа біз басында айтқанбыз. Ал егер 319-дан төмен қарай кететін болса баға, осы 319-дан ниже біз шорт деп қарастырып, 316, 15, 11 деп төменге қарай кете беретін едік. Алайда баға бізде мына жерден 321.43-тен ашылған. Әрі қарай бізде 5 минуттықпен қарасақ, 5 минуттықпен қарағанда баға мына жерде 5 минуттықпен ашылған. Содан кейін баға жоғарыға қарай кеткен. Бірден осы 5 минуттықта мына жерден 324-тен кіріп алуларыңызға болады, немесе 2 минуттықта да бізге белгі берген болуы мүмкін. Осылай осы жерден кішкене откат алған кезде біз бағаға кірсек, жоғарыға қарай 32-ге дейін 25-тен кірген өзі $7 ұстап алуға мүмкіндік бар. Жалпы негізі Tesla компаниясына мен өзім дисциплинаны сақтап, $2,5-3 мен ғана $3 ғана ұстап шығып кетемін. Бірақ өзіме сенімді болған кезде, анализге сенген күндері $7-8 ұстайтында күндер болады жалпы. Бірақ мына күні байқасаңыздар, баға ашылғаннан кейін 1 минуттықпен қазір мен сіздерге көрсетейін. Баға ашылған, содан кейін бірден жоғарыға қарай кеткен, кішкене кеп осы жерден жабылғанда екінші свечка бізде бірден өсіп кеткен. Уже біз осы жерден біле берсек болады, баға лонгқа қарай кетіп бара жатқан. Біз бірақ мына жерде бірден өсіп кетті, біз кіріп үлгере алмаймыз, ол баға жабылды жоғарыдан. Мына жерден подтверждение берді, лифт берді, алайда кір деп айтып тұр мына жерде, бірақ та біз кіріп үлгере алмаймыз, өйткені ол дистрибуционный өсіп кетті. Сосын біз мына жерден кішкене осылай қызыл свечка болып, жоғарыдан жабылып жатқан кезде, осы 325-тен жоғарыдан жабылып жатқан кезде біз кірсек болады. 325-тен кіргеннің өзінде кішкене мына жерде минусқа барып келулеріңіз мүмкін, алайда бірақ опытный трейдерлер мына жерден бірден кіріп кетеді, өйткені баға былай жоғарыға барып, цена закрытиенің астына түсіп кетіп жабылып тұрған жоқ, баға мына жерде бірден цена закрытиенің үстінен жабылып тұр. Сондықтан да осы жерден біле береді опытный трейдерлер, осы жерден кіріп 322, 23, 24-тен кіріп алады. Ал егер сіздер новичок болатын болсаңыздар, подтверждениені күтіп, немесе минусқа кетіп қалудан қорқып жүрсеңіздер, асықпай демомен жақсылап шұғылданып, өздеріңіздің анализдеріңізге уверен болғанша демомен жаттығыңыздар деп айтар едім. Өйткені трейдингтегі қателік ол ақшамен ғана кешіріледі. Ал трейдингті үйрену оңай емес, ол өте көп уақытты талап етеді, күнімен түнімен практика жасауды талап етеді. Мысалы, мен сіздерге талдап айтып көрсетіп тұрмын Tesla компаниясын, сіздер өзіңіз дәл осыған байланысты цена закрытиені сызып, 4 сағаттың, 1 сағаттың ашылу жабылу бағаларын, хай бағаларын, минимум бағаларын сызып, үйреніп, көбірек талдау жасасаңыздар, көбірек нәтижеге, яғни тезірек нәтижеге қол жеткізе аласыздар. Осы жерде мысалы мен осы жерден кіріп, 323-тен кіріп, походу,
323-тен кіріп 332-ге дейін ұстадым күтіп. $9 ұстап шығып кеттім. Енді қарасаңыздар тағы да айтатын мәселе, мысалы жаңа айттым ғой, баға былай жоғарыға барып келді, сосын астынан жабылып қалды, қызыл болып, уже бұл жерде ойлану керек та, бірден кіріп кетпеу керек, жақсылап подтверждение бергенін күту керек. Жоқ, баға барды, былай ойнаған жоқ, сразу мына жерге келіп кішкене жабылды, ашылып жоғарыға кетіп қалды да. Осы жерден түсіне беруге болады. Егер баға ашылған жеріне қайттан төменге ағып кетіп қып-қызыл болып, ол кезде уже ойлану керек, кірмеу керек, асықпау керек ондай кезде. Мына жерде бірақ 322 деген бағанаға дневкада көрсеткен үлкен кеп бар ғой, міне осы жердегі үлкен кепті мен өз басым күтіп тұрдым. Сосын осыған кірдім. Сосын одан төмен кететін болса, осы 319-дан 2 минуттық, 5 минуттықта, 1 минуттықта подтверждение беріп жатса, 319-дан еш шот қарадым, 322-ден лонг қараған болатынмын. Енді басқа да күнделікті осылай разбор жасағанды қаласаңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер, просто бесплатно. Осындай разборларда басқа эксперттер даже ақша жасап жүр. Сондықтан да мен тек қана инстаграмға емес, ютубқа видео салайын деп, инстаграмға көңіл бөлмей, осы ютубқа көңіл бөлейін деп шештім. Өйткені инстаграм деген уақытты көп алып қояды, уақытты жейтін нәрсе, әркімнің сторисін көріп деген сияқты. Ал мен барынша пайдалы болуға тырысқым келеді, тырысамын. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.